Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай тойға, тапсырысқа жасалынатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін өткізбей көрулеріңізді сұранамын, себебі өте жақсы лайфхактармен бөлісемін. Ең алдымен апара дайындайтын боламыз. Ол үшін біздің жылы суымыздың үстіне 3 ас қасық қант, 1 шай қасық дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Жылы сүтіміздің үстіне майонез, ерітілген сары май және үстіне комнатный температурадағы 2 жұмыртқамызды саламыз. Осы массамызды жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Осы массамыздың үстіне көтерілген апарамызды салып, жақсылап араластырамыз. Онда осылай мен сияқты 2 бөлікке бөліп салсаңыздар болады. Сол кезде түйіршіксіз өте жақсы еленетін болады. Осы бірінші бөлігін жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз осындай қолға жабысқақ болады. Үстіне 2-3 ас қасық сұйық майымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Болған қамырымыздың үстін пищевой пленкамен немесе пакетикпен жабамыз. Үстін матамен орап, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз өте жақсы көтерілді. Осы қамырымызды 2 бөлікке бөлдім. Дәл видеодағыдай қалыңдықта болу қажет. Өте қатты жұқа қылып қоймаңыздар. Біздің бауырсағымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Дәл осындай қалыңдау етіп жайып алыңыздар. Осындай формамен домалақтап шықсаңыздар болады, немесе 4 бұрыштығып кессеңіздер де болады. Осы қамырымызды осылай 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Достар, бұл жерде айта кететін жағдай, майымызды өте қатты қыздырмаңыздар. Өте қатты қыздыратын болсаңыздар, біздің қамырымыздың құрамында қант көп болғандықтан қып-қызыл болып күйіп кетуі мүмкін. Жай отта пісіріп алыңыздар. Дәл осылай 2 жағы қызарғанша қуырып аласыздар. Достар, дәл осы рецептпен тойға жасасаңыздар да болады, тапсырысқа. Каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецепттерді, яғни оригинал рецепттерді көру үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол үшін төмендегі подписаться кнопкасын басып, қоңырашаны басып қойсаңыздар жеткілікті. Міне достар, біздің үлпілдек өте жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Қараңыздар, өте жұмсақ, іші де өте жақсы піскен. Менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.